Сәлем баршаңа. Бүгін 10 сабақта комбинаторлар мен приоритеттер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Және тақырыпта descendant selector, space, child selector, артық adjacent sibling selector плюс general sibling selector tilde деген символдар CSS-ке қандай қатысы бар екенін айтам, және приоритетті есептейміз. Сіздермен мен Ақжолтай, және сіздер сайт жасау каналындасыздар. Бастайық. Біздің бірінші тақырып ол descendant selector, space, яғни қазақша аударатын болсақ, бұл ұрпақ бойынша селектор және бос орын немесе пробел. Бұны түсіну үшін біз мысалымызды қарайық. Бізде бүгін мысалда мынандай картинкалар, бірінші иконкалар, әлеуметтік желілердің және бір картинка бар. Бізде код қарапайым, айырмашылығы бұл жерде мына картинкалар дифтің ішінде links деген, және мына үлкен картинка ол бөлек тұр. Біз стильге енді мынандай нәрсе берек. Мына картинкаларды мыналардың өзін үлкейтейік, кішкене үлкейтіп қояйық. Мысалы width 40 пиксель қояйық. Сол кезде не болады? Бізде қараңыздар, барлығы үлкейді мына иконкалар, бірақ астында тұрған image ол да кішірейіп кетті. Бірақ біз оған тиіспеу керек едік. Бұның қандай жолы бар? Біз енді мына 40 пиксель беру үшін әрқайсына мына картинкаларға әрине класс берсек болады, және басқаша жолы бар. Қарасақ, мына image ол бөлек тұрда, body'нің ішінде, тура body'нің ішінде тұр, ал мына қалған біз өзгерту керек имидждер, бұлар дифтің ішінде. Яғни дифтің ішінде бұл жерде біз жаңа пробелді descendant selector деген қолданамыз. Яғни нақты пробел немесе бос орын қою арқылы біз мына картинкаларға стиль бере аламыз. Бұл деген мына кодты дұрыстап қарайтын болсақ, дифті ізде деп тұр. Кез келген дифті қара дейді. Бұл жерде бізде бір ғана диф. Оның ішінде кез келген картинканы мына стильге оны анықта дейді, оған анықта. Сонымен бұны сақтаймын да, және көрейік. Біздің ойлағанымыз орындалды. Біз дифтің ішінде картинка image деген болады, и оған width деген 40 пиксельді бер деп тұрмыз. Ол мына картинкалары орындалды. Ал қай кезде бұл орындалмай қалады? Мысалы, мынау да бір дифтің ішінде болып тұрса, nature деген бұл да бір дифтің ішінде тұрса, бұл кезде ол біздің ойлағанымыз орындалмайды, іске аспайды. Себебі дифтің ішіндегі image кез келген дифті табады. Мысалы, мына жерде екі диф, екеуін де қарастырады, сосын олардың ішіндегі имидждерді қарастырады. Бұл жақта біздің имидждер бүкіл кіріп кетеді. Сондықтан бұл бізде орындалмайды. Біз мына енді классты кішкене класспен қолдануымыз керек. Links деп. Бұлай да қолдануға болады. Сонда бізде барлығы ойлағандай болады. Ал енді мынандай мысал. Біз именно мына алтауының біреуін width'ін мысалы өзгерткіміз келеді. Width'ін өзгерткіміз келмейді. Мысалы, мынаны басқа бір дифке кіргізіп, оның стилі бөлек болу керек деп ойлайық. Мысалы, dribble бөлек болу керек. Бұған енді пока мына width 40 бермейміз, по умолчанию өзінікімен тұрсын дейік. Енді жаңартып көрейік. Бізде мына dribble деген төмен түсіп кетті да, бірақ оның width'і 40 болып қалды. То есть мынау орындалып жатыр. Бұл не деген сөз? Мына сіздердің бос орын, яғни пробел жасағандарыңыз бұл links'тің ішінде кез келген картинка орындалады. То есть ол дифтің ішінде тұр ма, басқа жерде тұр ма? Жоқ, оның ішінде, дифтің ішінде тағы диф, бірнеше дифтің ішінде image ба? Оған қарамайды, ұрпақ деп тұр ғой. Сондықтан пробел бүкіл ұрпақтарын, яғни ішінде кез келген имиджді өзгертеді. Бірақ әрине оның сыртындағы, links'тің сыртындағыларға әсер етпейді. Енді тек қана мына имидждерге әсер ету үшін не істеу керек? Бізде жол келесі тақырып. Бізде келесі тақырыбымыз мына child selector, артық деген. Child selector тек қана балаларын алады. Мына ұрпақтарын алды, space, енді child тек қана балаларын алады. Яғни мына балаларын алу үшін біз мына жерге жазған жерге тек қана артық деген символ қоямыз, және тексерсек, бізде dribble кішірейіп қалды, көрсеңіздер. Ол по умолчанию өзінің ұзындығын алды. Сөйтіп біздің мына div бәрін өзгертіп тұр. Енді sibling selector дейді. Бұны қазақша аударатын болсақ, бұл көршілес, бауырлас селектор. Мына Facebook'ке бір класс берейін да.
класс fb деп, и оған бір стиль берейін. Стиль берем да, мысалы background color red деп. Ал келесінікін background color'ын, мына инстаграмдікін мысалы басқаша сары сондай бірнеге қылып көрейік. Ол үшін біз оған класс бере алмайтын болсақ, мысалы fb деп Facebook'a берді, бірақ мынаған бере алмаймыз. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жаңағы көршілес деген стильді қолданамыз. Так, Facebook'ты қарап істеді ме? Facebook істеді, арты қара болды, қызыл болды. Енді көршілесін анықтау үшін жаңағы плюс деген бар бізде. Көршілес келесі элемент image. Не, бітеміз да, и оның background color'ын көк қылайық. Жаңартам, менде Instagram боялды көкке. Егер келесі тұрған элемент мысалы span болса, span мына жерде бір қандай да бір текст тұрса, бұл кезде Instagramның артқы несі фоны өзгерген жоқ. Бірақ тұр, әлі код тұр. Ана плюс деген, яғни өзіне условияда береді, келесі элемент image болу керек деген. Келесі элемент мысалы all деген кез келген деген не беріп қойсақ, мысалы бұл кезде енді спанға орындалу керек. Спан біздің көк болып кетті. All деген кез келген, естеріңізде болса, ол кез келген элементті таңдайды. Спан десек те ол жаңағы көгіміз орындалады. Сонымен біз плюсті өттік. Ары қарай sibling selector, general sibling selector дейді. Бұл енді кез келген бауырлас элементтің таңдау. Бұны тура несінде көрейік, жұмыс істетіп көрейік. Мысалы тильда деген бұндай символды қолданамыз да, кез келген имиджді қоямыз, и оған қай стильді өзгертетін көрейік. Міне көрсеңіздер, бүкіл Facebook'тан кейінгі тұрған бүкіл имидждарды өзгертті. Nature'ға барған жоқ, себебі ол бұның бауырлас емес. Бауырлас деген бір деңгейде тұрған тегтер сиблинг деп айтады, немесе брат, сестра деген сияқты ғой. Мұның бәрі бауырлас, сол үшін бұның бәрі көкке боялды. Бізде мынандай комбинаторларды өттік, төртеу ғана өзі, осылар жаттап алсақ жеткілікті. Біз осыған дейін приоритет жайлы айтқанбыз, бүгін оны толығырақ түсіндіре өтейін. Бізде мынадай мысал, жаңағы мысалды жалғастырамыз. Тек біз мына diff'ке background береміз. Бұл кезде екі diff'ке де background орындалады. Мына картинкалар тұрған және бір ғана картинка тұрған diff'тің ішінде сыртында барлығы background қызыл болады. Ал егер мен мына link-тікін өзгерткім келсе, мен жай ғана link істеймін да, бұның background color'ын мысалы көк қылайын. Бұл кезде әрине орындалады. Бірақ оны не үшін орындалатынын қарайық. Ол үшін бізде қараңыздар, салыстырып көрейік. Div деген text селектор, мынау класс селектор. Класс селекторының приоритеті 10, text селектордікі 1. Мына класс селектордікі 10 жоғары болғандықтан бізде мынау орындалып жатыр. Links деген. Ал енді мына links жарайды. Бұл жерге енді ID беріп көрейік. Link 1 деген ID беріп көрейік та, енді link 1-дің түсін өзгертіп көрейік. Background color енді басқаша болсын. Мысалы қара болсын. Енді көрейік қайсы орындалады. Қара орындалды. Себебі бізде мына решетка ID, оның приоритеті өте жоғары, 100 деген. Одан да ең көбі 1000. Бұл inline стиль, приоритеті 1000 екен. Қарап көрейік, мына жерге inline style жазып көрейік. Және тура background color жазайық. Бәріне орындап жатқанда. Бұл енді green, жасыл болсын. Қараймыз. Бізде бұлай жасыл болды. Себебі мынаның приоритеті өте жоғары. Енді мысалы мынандай нәрсе істейік. Link div.links десек, бұның несі так, inline стиль
өзгерту мүмкін емес, сондықтан әзірге басқа нәрселерді қарап көрейік. Мысалы біз класстармен жұмыс істейік әзірге. Мынандай жазайық: links background color, мысалы қара берейік. Бізде мынадай класс бойынша бар, және div деген бұл біздің тег және нүкте. Осындай тег және оның классы links болу керек деген мағынада осылай жазып отырмыз. Пробел қоймайсыздар. Пробел қоймаған жағдайда divті іздейді және оның классы links болу керек деп іздейді. Енді қайсы орындалатынын көрейік, салыстырып. Бізде көк болды. Неге көк болды? Себебі мына екеуінің екі нәрсе жазылған бұл жерде. Тег жазылған және класс жазылған. Бізде егер тег пен класс жазылатын болса 11 болды. Неге 11 болды? Себебі мына екеуінің приоритеті қосылады. 1 мен 10-дікі қосылып 11 болды. Ал жай класстікі ол 10 болғандықтан ол одан төмен. Яғни мынанікі приоритеті 10 болды. Links-тікі 10. Ал div links-тікі бұл 11 болды. Сондықтан осы білу орындалды. Егер мына екеуін орнын ауыстырсақ та, ол оған приоритетіне әсер етпейді. Так, жаңартайық. Приоритетіне әсер етпейді. Егер приоритет бірдей болған жағдайда, мысалы екеуінің приоритеті бірдей, екеуі де класс, онда бұл соңғысы орындалады. Мына қара болып тұрған, ол екінші тұрғандықтан осы қара орындалады. Сесіз кезек-кезек оқиды, сондықтан осы екіншісін таңдайды. Бізде мына таблицада қарайтын болсақ, ең соңында жұлдызша бар. Бұның приоритет 0 екен. Universal Selector. Яғни сіздер мына жерге жұлдызша беріп, background color деп немесе қандай да бір стиль жазсаңыздар, оны кез келген жазу бойынша олардың background өзгерте аласыздар. Себебі приоритеті 0, басқаға қатты әсер етпейді.